Саламатсыздар ма, құрметті көрермен. Бүгінгі ақпараттық сағатымыздың тақырыбы ғарышкерлер күні. Бұл мереке ғарыш саласында қызмет етіп жүргендер мен ғылымның жаңа деңгейге көтерілген күні. Алғаш рет 1968 жылдың 9 сәуірінде КСР жоғарғы кеңес президиумының өкімімен белгілі бір республикада ғана аталып өтіп жүрді. Кейін 1968 жылы Халықаралық авиация федерациясының конференциясында айтулы күнді әлемдік дәрежеде атап өту туралы шешім қабылдады. 2011 жылдан бастап бұл күн халықаралық адамның алғаш ғарышқа ұшқан күні деп аталып жүрді. Осы жылдың 7 сәуірінде БО Бас Ассамблеясының арнайы пленарлық отырысында Ресейдің бастамасымен адам баласының ғарышты игере бастауына 50 жыл толуына орай номері АРС-65-271 ресми революциясы қабылданды. Бұл революцияны 60-тан астам мемлекет құрастырды. 1961 жылдың 12 сәуірінде Кеңес одағының аға лейтенанты Юрий Гагарин Восток кемесімен алғаш рет жер орбитасын айналып ұшты. Небәрі 108 минутқа созылған сапар ғарышты игеруге үлкен қадам болды. Юрий Гагариннің есімі әлемге әйгілі болып, өз шұғыл майор мен Кеңес одағының қаһарманы атанды. Ғарышқа адам жіберместен бұрын ол жаққа 4 аяқтылар жіберілген белгілі. 1960 жылдың тамыз айында бортында Белка және Стрелка иттері отырған Восток кемесі ғарышқа 1 тәулік бойы ұшып, жерге қайта оралды. Адамзат тарихындағы ғарышқа алғашқы халықаралық сапар 1975 жылдың 15 шілдесінде жүзеге асты. Бұл сапары Союз 19 және америкалық Аполлон кемелерінің көмегімен орындалды. 21 ғасырға қадам басқалы ғарыш техникалары адам айтса нанғысыз жетістіктерге жетіп, жердің айналасын мыңдаған спутник шарлап жүр. Сондай-ақ ғарыш аппараттары айға қонып, сол жақтан гонд үлгілерімен әкелуде. Одан өзге Марс пен Венераға да автомат зондтар қонып, бірнеше ғарыш аппараттары күн жүйесінің тыс жерлерде шарлауда. Сол себепті БО Бас Ассамблеясы бұл мерекені насихаттау арқылы адамзаттың өзге кеңістіктегі зерттеудегі ортақ қызығушылықтары мен мақсаттары бар екенін тереңнен тоқтатылды. Ал енді қазақтың ұшқыштарына келетін болсақ, Тоқтар Әубәкіров 1946 жылы 27 шілде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келді. Ол КСР-ның соңғы және қазақ ұлтының алғашқы ғарышкері. 1991 жылы ғарышқа экспедициялық сапармен барып, сол жақта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Әубәкіров нөмірі 1 ғарышкер ғана емес, ол алғаш рет басқа кеңістікте жүріп, қазақтың ұлттық тағамын жеген адам. Сол жылы ғалымдар ірімшік айран және қазақша етті ғарышқа жүріп жеуге болатындай әзірлеген деді. Ол 1991 жылдың 2 сағатында ғарышқа старт кезеңіндегі экипаж командирі Александр Волков және австралиялық ғарышкер Франц Викпен бірге Союз ТМ-13 кемесімен ұшты. 1 апта бойы Мир орбиталық кешенінің бортында жұмыс істеді. Осы күнге дейін Әубәкіров ғарышта игерген еңбегі үшін алтын жұлдыз, күлтегін медалімен, Ленин және Отан орденімен, құрмет алтын крест сынды белгілермен марапатталған. Талғат Мұсабаев Қазақтан шыққан екінші ғарышкер. 1950 жылы 7 қаңтарда Қарғалыда дүниеге келген. Ғарышқа 3 мәрте ұшып, сол жақта 341 күн 9 сағат 48 минут 41 секунд болып қайтты. Талғат Мұсабаев Гиннес рекордтар кітабына енген. Осы күнге дейін ол секілді ешкім ғарыш кеңістігінде ұзақ уақыт болып көрмеген. Бірінші сапар 1994 жылы 1 шілде мен 4 қараша аралығында Союз ТМ-19 және ЭО-16 кемесі борт инженері ретінде ұшып ғарышта 125 күн 22 сағат 53 минут және 36 секунд жүрді. Екінші сапар 1998 жылы 29 қаңтар мен 25 тамыз күндері Союз ТМ-27 мен
ЭО-25 кемелерінің командир ретінде ұшып сол жақта 207 күн 12 сағат 51 минут 2 секунд болды. Үшінші сапары 2001 жылы 28 сәуір мен 6 мамыр аралығында Союз ТМ-32 және Союз ТМ-31 экспедиция жүргізуінде бағытталған кемелердің командир ретінде ұшты. Ғарышкерлердің бұл сапары 7 күн 22 сағат 4 минут 3 секундқа созылды. Талғат Мұсабаев Қазақстанның ғана емес, Ресей Федерациясындағы халық қаһарманы. 2-ші дәрежелі отан алдындағы сіңірген еңбегі үшін 3-ші дәрежелі отан, барыс, достық орденімен, ғарышты игерген еңбегі үшін, ғарышқа ұшқан үшін Алексей Леонов атындағы және Астана медалімен марапатталды. Осымен біздің ғарышкерлер күні ақпараттық сағатымыз өз аяғына жетті. Сау болыңыздар.